2005 жылдан бастап Қазақстанда қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру заңнамалық деңгейде бекітілді. Оның негізгі мақсаты зардап шеккен қызметкердің жоғалған табысын ауыстыру, сондай-ақ денсаулыққа зиян келтіруден туындаған шығындарды өтеу болып табылады. Сақтандырудың бұл түрі жұмыс берушінің қаражаты есебінен сақтандыру жағдайы басталған кезде қызметкерге төлемдерді жүзеге асыратын сақтандыру ұйымымен шарт жасасу жолымен жүзеге асырылады. Еңбек міндеттерін орындауға байланысты жазатайым оқиғаның нәтижесінде зардап шеккен қызметкерге жалпы және кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленеді. Соның негізінде ол әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесінен әлеуметтік төлемдер алады. Атап айтқанда, белгіленген мүгедектік тобына байланысты бюджеттен мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем. Ол мертіккенге дейін алған табысына, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне, жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесіне байланысты. Кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесіне байланысты сақтандыру ұйымынан төлем.